14 желтоқсан 2025 жылы желтоқсаншылықтарға еске алу рәсіміне байланысты үйінен бір топ гүл шоғын алып, 2 қызын, 7 жасар, 10 жасар қызын және қыздарының әкесімен 4-еуінің біз барып басына гүл қоямыз, еске алу күні деп шыққанын көрсетті. Содан кейін Эльвираның айқайлап, көмектесіңдер деп айқайлап, бала шағасын шулап, күйеуінің айқайлап, балдарды таста, мен үйге алып кетем деп атқан телефон өшіп, бірақ дауыстарын шығып атқан біз естідік. Содан кейін барып біздің адвокат Асқар Эльвира Бекзадинаның роботының коридорында бақырып жылап атқан жерін көреді. 2 қызын апарып, тырдай жалаңашты шешіндіріп, оны өздерінің видеосына түсірген. Бұдан басқа азапты қалай төзет ана деген. Біздің балалар омбудсмені қайда қараған? Бір рет жауап та, немесе оған іздеуде жоқ. Эльвираны ұрған, есінен танған, құлап қалған, әптен шаршаған. Енді сол 2 полицейский жазған, мен бізді Эльвира Бекзадина ұрды деп. Енді өзін бала шағасын қорлағанымен қоймай, енді өзін сотқа тартып жатыр. Соттамақшы. Аяғында қазір үйінде үйқамақта отыр, аяғында электронды браслет. Біздің Қазақстанымыз, әділетті Қазақстанымыз қайда? Аналардың, балалардың құқығы осылай таптала бере ма? Эльвира Бекзадинаға бостандық талап етем. Алға Қазақстан.